Ассалаумағалейкум қымбатты көрермен, бұл жариялайық бағдарламасы. Біздің арнамыздан қазір Альбина Асылбекова есімді кәсіпкер, шетелден тауар әкелумен айналысатын кәсіпкер көмек сұрап келіп отыр. Өзінің айтуынша, көтерме саудамен айналысатын саудагерлер бұл кісінің атынан отандық телеарналардың бірін пайдаланып, жалған ақпарат таратып отыр екен. Қазір өзінен сұрайық, бұл қандай ақпараттар, не таратып отыр, сонда олар не жайында өзіңіз айта кетсеңіз? Жалпы мен өзім мына шетелден товар алып келумен айналысам. Яғни 120-дай оптовик қыздар бар. Бұл жерде менде осы 2023 жыл сентябрь айының 19 күні менде қойма өртенді, үлкен қойма. Сол өртенуіне байланысты аздап убыткаға кетіп қалдық. Біз осы уақытқа дейін товарлардың барлығын тарқатып отырған болатынбыз. Сол сентябрьдің 19-на склад өртенгеннен бастап аздап мен уақыт сұрадым халықтан, чтобы товарларды орнына қойып беру үшін, бірақ мен қашқарым жоқ. Товарлар қойылады, ақшалайда товарлар ақша да қойылады, товар да қойылады деп айттым. Енді мен ол кісілерден жаңа жылға дейін уақыт сұраған болатын қою мәселесіменен. Бірақ осы жағдайды пайдаланып кейбір менеджерлер мынау КТК телеарнасына жалған ақпарат берген. Енді кім жалған ақпарат бергенін білмеймін. Может, менеджерлер жалған ақпарат берді, или КТК арнасы өзі жалған ақпарат шығарды ма, мен оны білмеймін. Бірақ не болғанда да мен туралы жалған ақпараттар шыққан ол жаққа қарай. Ол факт сол ғана менде. 2023 жылы осы 6 ноябрь күні КТК телеарнасынан келген интервью алған кезде менің вести пропавший, не дейді жаңалдегідей, жоғалып кеткен, қашып жүр деп көрсеткен. Алматыда бір топ әйел Қытайдан тұрмыстық техника мен жиһаздарды төмен бағада әкеліп беремін деген келіншекке сеніп сан соғып отыр. Ол үшін алдын ала миллиондаған қаражат та құйыпты. Енді 6 айдың ішінде келуі тиіс заттар жылға жуық уақыт өтсе де қолдарына тимеген. Ал тапсырыс пен ақшаны қабылдаған келіншектің өзі ұшты-күйді жоғалған. Негізінде ол жерде факт бойынша ешқандай қашу әрекеті болған жоқ. Өйткені мен күнделікті складта жүрдім, күнделікті видеолар, күнделікті стористер барлығы салынып жатты, күнделікті барлығы. Сондықтан ол жерде ешқандай қашты деуге мен негіз көргенім жоқ. Екіншіден, біраз тағы да екінші жалған ақпараттар, мысалға қазақша варианты мен орысша варианттар шыққан. Бізде сол КТК телеарнасында. Қазақша вариантында бір жаңалдегі потерпевшийдің, интервью берген потерпевшийдің Қарағанды қаласынан деп жауап берген, ал орысшасында Қостанай қаласында деп жауап берді. Еліміздің түкпір-түкпірінен тіркелген екен. Ұлту Ізділеуова Қарағанды қаласының тумасы. Предпринимательница из Костаная Ұлту Ізділеуова Қарағанды қаласының предпринимательница из Костаная Ұлту Ізділеуова. Шынын айтқан кезде мен Қарағандының орысша аударғанда Қостанай екен, мен осы кісілерден естідім қала бойынша. Үшіншіден, мен складында өрт болған, өрттің менде бүкіл документациясы бар, барлық жаңағыдай шығындардың барлығы есептелініп, барлық проверкадан өткен уже. Ол бойынша мен өзім де арыз жазғанмын. Және сол менің видеомды алып, осы КТК телеарнасының орысшасында ол видео Америка құрама штаттарында 1918 жылы жанған видеоны салған деп мені қаралаған. После продавцы заявили, что одно из помещений, где хранилась львиная доля товара, сгорело. Подтверждало это сомнительное видео. Клиенты проверили его на оригинальность и выяснили, что на самом деле кадры пожара сняты в США в 2018 году. Ғимаратты салған деп мені қаралаған. Яғни бұл жерде де тағы өтірік әрекет кетіп отыр бұл жерде. Камераға түсіріп алыңыздар. Доказательство. Так, бұл жерде үшінші әрекет, бізде мысалға қазақша интервьюда, бізде мысалға менің көмекшім интервью берді ол кісілерге. Ол кісі интервью берген кезде айтылған, бұл склад постоянно ашық болады, ол кісі келіп жүр деген сияқты интервьюлер берген. Негізі ол кісінің біраз сөздерін қырқып тастаған КТК телеарнасы. Орысшасында ол кісіні мені қашып жүр деп айтқыздырған.
Өзін осындағы жұмысшымын деп таныстырған азамат бұл нысан өзге қожайындікі дейді. Ол кісілер келіп жүр ма енді өздерінің? Иә, келіп жүр. Заттарына? Қайсысы? Жаңағы Бәке дегеніңізде. Келеді, келіп жүр. Ал оның Альбинаға қатысы бар ма? Иә, енді ол жаңағы бірлесіп деген ол затты осыған қойып береді ол затын. Кері кезде ол заты болмаған кезде Бәкең өзі алып келеді зат, бірақ ол өзінің заты. Альбинаның заты емес ол кезде. Біз просто Альбинаның қазір склад бәрі өртенгеннен кейін, жаңағы форс-мажор ситуация болған кейін, жағдайы қиын болғандықтан склад алу өте ауыр болып отырды оған. Некий мужчина, который представился сотрудником склада, заверил, Асылбекова не появлялась здесь с лета. Где она сейчас, говорит, не знает. Хозяина склада зовут Баке, он работал с Альбиной, иногда привозил вещи на склад сам. Альбина была здесь временно, после того, как у нее сгорел склад. Менің көмекшіме ол кісі қашып жүр. Жаздан бері складқа келмеді деп айтқыздырылған. Сонда аудармасы. Қазақша ол кісі сұхбат береді. Иә. Бұл кісі келіп жүр деп. Иә. Орысшасында ол жаздан бері келмеді деген сұхбат берген. Көмекшіңіздің дауысын төмендетіп қойып, орысша жаңағы аударма жасаған кезде ол кісі қашып жүр деп келтірген. Қашып жүр деп келтірген. Иә. Жаз мезгілінен бастап бізде складта пайда болмаған деп айтты деген. Ал на самом деле мен күнделікті сторис жүргізіп отырмын, күнделікті қандай зат келгенін жүргізіп отырмын, кімге возврат беріп отырмын, оны салып отырмын, қандай заттар келіп жатыр, кімге отправка жасалып жатыр, оны салып отырмын. Соны мен жаздан бері енді қаяқта жүргенімді сол КТК-дан ғана білдім, қашып жүргенімді. Ал өзіңіз бірақ Алматыда күнделікті складта өз жұмысымды жасап жүрген адаммын. Сол қашып жүргенімді сол КТК телеарнасынан көріп, шын айтқан кезде шок болдым өзім. Енді мына екінші мәселесінде мысалға айтқан, бұлар қойманың ақшасын барлығын өзіміз төлеп отырдық өз қалтамыздан деп. Осындағы қойманың жалға алу ақысының да қаражатын өздері көтергендерін айтады. Менде қойманың ақшасын ешкім төлеген емес. Екінші бейнематериалда осы интервьюінде мысалға ешқандай қойманың ақшасын ешкім маған төлеп берген емес. Қойманың ақшасын мен өзім төлегенмін. Может, енді газельге салғандарына, алғандарына төлеген шығар. Енді оған мен міндетті емеспін оны қалтамнан шығарып төлеуге. Өйткені зат сол кісілерге салынады ғой. Мен былайша айтқан кезде өзімнің складымнан алып барып, мысалға барысқа болсын, сәлемге болсын, алып барып салуды мен өзімнің мойныма алған болатынмын, және мен оны істеп те отырдым. Оны скотчта, оны отправить ету, оны жіберу мен ешқандай жалып жасаған емеспін. Таңғы сағат 4-ке дейін, таңғы сағат 5-ке дейін істесем де, мен де менің жұмысшыларым да жалып жасаған емес ол жағынан. Сондықтан енді бұл жерде біз қойманың ақшасын төлеп бердік деген үлкен қате пікір болған. Так, үшінші бейнематериалда бұл жерде информация берілген 500-ге жуық адамға жетті алдағандардың саны деп. Ботагөз сынды Альбина Асылбековаға алданғандардың саны бүгінде 500-ге жуықтайды. Енді бұл цифраны тоже қайдан алғанын мен білмеймін, потому что маған жазған, мысалға айтайын, 5 адам. Ол менде жалпы өзі бар 120 оптовик. Мен 120 оптовик үшін ғана жауап берем, ал олар кімнен алды, кімнен қарады. Өйткені басында уәде бойынша мен ол кісілер маған айтқан жоқ. Біз мынадан ақша алып саламыз, мынадан ақша алып саламыз, или анадан жинап береміз сізге, или өзіміз алып саламыз. Мне без разницы было, кімнен алып ол кісілер салады. Олар маған только заказ береді, сол заказ бойынша мен оны алып отырдым болды. Ал қалған нәрсенің барлығына ол кісілердің өздері негізінен жауапты. Сондықтан менде берілген 120 оптовик бар, мен сол кісілерге жауаптымын, және сол кісілерге толығымен заты да ақшасы да беріледі. Ал қалған 500 адам дегенді мен шын айтайын, ол миға сыймайды. Мен енді қалай бар, солай айтып отырмын да бұл жағдайда. Шындық қалай? Менде бар адамды айтып отырмын, және сол адамға жауапты екенімді айтып отырмын. Дәл мен сияқты сол менеджерлерде әрқайсысы кімнен алды, соған жауапты болу керек деп ойлаймын бұл жерде. Төртіншісі мынау интервьюда, мынау Ұлту деген кісі айтып жатыр, мына интервьюда именно мені өздері звондап, көрпешка таратуға көмек керек деп шақырды деп жатыр. 26 шілдеде Альбинаның көмекшісі Әлия есімді қыз хабарласып, тапсырыс берген, көрпемді алып кету керегін айтты. 2 күннен соң күйеуім екеуміз Қарағандыдан жеттік. Сөйтсем, көрпенің қабы мен мақтаны ұстатып, мынаны тігу керек дейді. Қытайдан дайын болып келуі керек дүниені өзімізге жасаңдар дегеніне аң-таң болдым. Тапсырыс берген тауарымды алу керек болғасын сонда қалып тіктім, бірақ артынша қуып жіберіп қолыма бірде-бір көрпені ұстатпады. Бұл жерде ондай ешқандай әрекет болған жоқ, өйткені бізде аудиосы барлығы бар, бұл кісінің жазған, міне қазір көрсетерсіздер өздеріңіз. Алия, я с общего чата ушла туда к тебе. Я говорю, если ты поедешь туда,
Ты же тоже 22 вроде августа летишь, да, туда? То ты с Бану поговори, я приеду, я буду работать сама. Буду вытаскивать твой, Дианкин и свой товар полностью с декабря по март. Пусть отправят этих в отпуск. Свое лично будем вытаскивать и все. А так не пойдет, так не получится. Как Жан Сая там же сидит, Чемкенская, газелями вывозит, так и я буду вытаскивать и все. Тебе с Бану надо так поговорить. Что өзі сұранып, сіздерге көмектессем бола ма деп келген. Енді бұл кісі негізі бізге бірінші рет келу емес, бізде бұл кісі вообще зат алмадым деп бұл жерде информация беріп тұр ғой. Бізде қазір толық дәлелдері бар, қойсаңыздар болады. Алюша, вот я две машинки стиралки получила, да, и вот эти пледы, наверное, да? Тут сколько пледов ты отправила мне? Ұлту Қостанай, қанша штук? 9. Ұлту Қостанай 9 штук. Так, бұта Көкшетау паровой утюг ба? Декабрь. Енді үлкен кісі ғой деп мен денсаулығына қарап, негізінде постоянно бергізетін тұғым қыздарға. Ұзақтан келіп жатыр, мына кісіге беріп жіберіңіздер деп. Даже 1-2 рет мен баратын жерім жоқ, қонатын жерім жоқ деген кезде мен ол кісіні өзім үйге алып барып жатқызған болатынмын. Енді әрине жұмысшы қыздар балалар ренжіді аздап, жаңағыдегідей бөтен адамды кіргізбей қойсаңшы деп. Енді как добрая душа, енді үлкен кісі жаңағыдегідей сендер жеген нанды жейді, сендер ішкен шайды ішеді, артық нәрсе жемейді, ренжімей қабылдап алыңдар дедім. Сонымен ол кісі біраз жатты. Енді бұл жерде былайша айтқан кезде табағыңа ішіп, тамағыңды ішіп, табағыма түкіріп кетіп отыр ғой, бір ауыз сөзбен айтқан кезде. Қай уақыттан бастап кіргіздіңіз, сонда менің түсінігімше сіздің үйіңізге баратын жерім жоқ. Бірінші кездерде солай кіріп жүрді ол. Ақшамның барлығын тауарға салып қойды. Иә, мен жататын, ол кісі жаңа интервью берген кезде айтып жатыр ғой, жаңа менің ақшамның барлығы квартирада жатумен кетті, менің ақшамның барлығы, тамағымның барлығы жаңағыдегідей жалдаумен кетті, жүрумен кетті деп ондай ешнәрсе болған жоқ. Ол кісі осы уақытқа дейін менің үйімде жатып келген. Бұл мына ситуация біткенге дейін, басталғанға дейін, то есть ол кісі менің үйімде жатып, менің тамағымды ішіп жүрді. Только маған осылай қарсы шығып, осылай бәле жауып, осылай шыққан кезде ғана ол кісі енді әрине жеке квартирада жүреді, енді маған бәле жауып үйімде жүрмейді ғой. Қамқорлыққа алдық, результат міне. Бұл жерде мынау кісі, сосын жаңа Ұлту деген кісі интервьюде мына айтып жатыр. Мен келдім, 2 күн жүріп деді. Көрпе төсекті қолыма ұстатты да, қолыма мақтан ұстатты да, иди работай деп айтты дейді маған. Бізде ондай нәрсе ешқандай болған жоқ. Бізде өзімізде қыздар балдар барлығын істеп отқан. Ол Қытайдан маған дайын қылып ешнәрсені жібермейді. Ол Қытай сыртын тігіп береді. Бірақ Қытайда енді мақтаның бар жоғы білмеймін, олар обычно мақта предлагать етпейді. Келген сырттарды біз өзіміз мақтан алып, салып, дайындап беріп отырдық біріншіден. Екіншіден, енді кейбір заттар да шындығын айтқан кезде бәрібір де идеальный келе бермейді. Міндетті түрде то сөгіліп келеді, то оюлары дұрыс емес болып келеді, то матасының асты жыртылып келеді. Енді объеммен келген заттардың ішінде минустар болады ғой. Соның барлығын біз реттеп, мақтан ішіне салып жіберіп отырғанымыз ол өтірік емес, біз оны ешкімнен жасырғандай емес біз на самом деле. Ал оны біз сырттан адам шақырып алып, сіз мынаны тіксең де тігесің, тікпесең де тігесің деген емес. Біз бірақ көмекке келген адамнан біз отказ жасаған емеспіз. Өйткені өзіміз де объеммен үлгере алмай жаттық, заттар жіберіп жаттық, көрпе төсектер жіберіп жаттық. Сондықтан кейбір кісілер келген кезде жоқ деп айтпадық. Бірақ ешкімді зорлап, ешқайда не қылған жоқпыз. Бұл кісілерді тем более. Сосын тағы мына интервьюінде айтып жатыр, бұл кісі мен көмектестім, жүрдім, бірақ бірде-бір көрпе не көрпеше алмадым деп. Мен бұл тоже информация өтірік, қазір дәлелдеріңізді шығарсаңыздар болады, видеолар бар бізде, фотолар бар, что ол өзіне және сіңлісі Дианаға көрпе төсек алып кетті бізден дәл сол кезде. Пришло төсекше, 4 подушки. Вот. Все хорошее. Красивая, все понравилось. Спасибо большое Диане. И цвет ничего такой красивый, красный пришел. Огромное спасибо Диане. Сосын бізде келесі мынау интервью беріп атқан кісі, Ләйла деген кісі, біріншіден бұл кісі маған ешқашан прямой салған емес, бұл кісі Бақытгүл Атбасар деген кісі арқылы салған. Менің өзіме салған прямой 1 миллион теңгесін мен уже возврат жасап қойған болатынмын. Бұл кісі складқа келіп күнделікті біздің мазамызды алған өтірік емес, бірақ бұл кісіге біз барынша айтып түсіндіруге тырыстық. Қоймаға екі елдің арасында тауар таситын адамды іздеп барғанымызда ол әйел жағама жармаса кетті. Ол жердегі 6 адамның 2-і келіншек. Жанымда күйеуім барына қарамастан мен
мені жұлып жеуге тырысып ешқандай тауар жоқ екенін, енді келмеуім керек екенін айтты. Әрең дегенде сытылып шығып полиция шақырдым, бірақ олар қашып үлгерді. Енді мен ешкімге Құдай сақтасын, қанша күніне менеджерлер келіп жатыр, оны сұрастырса да болады, келсе де болады, сөйлесіп жатыр ғой. Ит емес, біз барлығымен адамша сөйлесіп түсіндіріп жатырмыз. Бұл жердегі енді тактика, ол кісі өзі келіп, негізінде күйеу келген, өтірік емес, күйеу келіп, біз оларға айтып түсіндіре бастаған едік. Наоборот, ол кісі бізге нападать етті бұл жерде. Сосын жаңа біз 102 шақырдық, ол кісілер қашып кетті деген информация болып жатыр ғой. Енді ол информацияны да тексертсе болады, потому что біз ешқайда қашқан жоқпыз. 102-ні наоборот мен шақырттым, что маған нападение жасап жатыр деп, и үстінен арыз жазып, оны участковыйларға беріп жердік. Оны тоже мен ойлаймын, что тіркеткенді шығаруға болады, ол факт, ол заң бойынша істелген нәрсе. Сондықтан ол 102 шақырған еді, біз қашып кетті деген нәрсе тоже миға сыймайды бұл жерде. Алғандар Альбина Асылбековадан жауап алғылары келеді, бірақ бірде-бір рет жүзін көрсетпеген келіншек сан рет нөмірінде ауыстырған екен. Мынау интервьюінде, мысалға, бұл кісілер айтып жатыр, без вести пропала, бет жүзін көруге зар болып жатырық деп. Бұл кісілердің бұл айтып отқандары именно өтірік, өйткені біріншіден мен складқа күнделікті келіп отырам, оны күнделікті сториске де салып отырмын, қазір оны тоже көрсетсеңіздер болады. Күні-күніменен келген товарларды салып отырдым, отправка жасалған товарларды салып отырдым, және бұл кісілерді мен күніге деп айтпай қояйын, енді бірақ черезден мені күніге сол жерден көріп жүрді бұл кісілер. Сондықтан оның барлығы мен ол кісінің бет жүзін көруге зар болдым деген енді әрине ол 100% өтірік бұл жерде уже. Қандай да бір дәлелдеріңіз бар ма? Енді сіздің сол базарға, яғни қоймаға барып келіп жүрген? Дәлелдер бар, стористер бар менде салынған. Сол қоймадан салынған барлық стористеріміз бар. Сосын мынау интервьюінде айтып жатыр, мысалға бұл кісілер склады вечно жабық тұрады деп. Склад бізде вечно жабық тұрмайды. Складта біз жұмыс жасаймыз. Күнделікті отправкаларды жасаймыз, айлық отправкаларды жасаймыз, наличие товардың отправкаларын жасаймыз. Сол жердегі жан-жақта кісілердің барлығы көріп отыр. Ол мүмкін емес. Енді арасында жабады, бірақ ол склад негізі менікі емес. Ол склад басқа кісінікі. Мен ол кісіде субаренда дейтін, субарендаға да келмейді, енді попросить еткем негізінде. Пока что, енді аяққа тұрып кеткенше, склад өз складымды алғанша, өзімнің складының өртеніп кетуіне байланысты. Сол уақытша пайдалануға рұқсат сұраған болатын. Ол кісі, енді менің жағдайымды көріп тұрған екен, ол рұқсатын берді. Ендігі бұл жердегі тактика, сол журналистер келген уақытта, енді товар келмей, мен білмеймін, ол кісінің ондай жеке тірліктеріне мен араласа алмаймын, оған мен правам да жоқ, жабық болып қалған екен, солай неғып жатыр. Бірақ ол кісілер соның ашық екен, күніге көріп жүр сол жерден. Күніге ол кісілер азынан кешке дейін сол жерде жүреді, складтарды аралап, сол жерде жұмыс жасап отқанымызды күнделікті көріп жүрді. Бірақ каким-то образом только жабық тұрған жерін түсіреткен ол кісілер. Қаралау керек екен деп, менің принципім сені қамату дейді ол кісілер маған айтады. Мен айтам, причем тут принцип, ол Қазақстанның заңы барлығымызға ортақ қой, оларды защищать еткен заң мені де защищать ету керек деп ойлаймын. Неге сонда мен бір 4 адамның принципі үшін мен қамалып кетуім керек, например? Не үшін 5 адамның бір принципі үшін мен сотталып кетуім керек? Мен тоже имею право өзімді защищать етуге, былайша айтқан кезде. Мысалға менде склад өртеніп кетіп отыр. Мен мысалға 490 миллион товар менде жанып кетіп отыр. Одан бөлек енді алданған жерлерімді айтпай қояйын, олардың барлығының чектерін мен уже өткізіп қойдым, өткізетін жердің барлығына. Бірақ мен барып ешкімге жалоб жасап жатқан жоқпын ғой. Мысалға мен барып қарапайым халыққа жалоб жасап жатқан жоқпын, мен үйтіп қалдым, мен бүйтіп қалдым деп. Мен барып органдарға жалоб жасап жатқан жоқпын, мен барып телеканалдарға жалоб жасап жатқан жоқпын. Мен только намысқа тырысып, өзімнің берген уәдемді орындайын деп барынша тырысып жатырмын. Ал менде только аяқтан шалу болып жатыр болды. Каким-то образом, бірақ біреудің принципі үшін, оказывается, мен түрмеде отыруым керек екен олардың ойынша. Альбина ханым, енді қазір айтып жатсыз, өзіңіздің уәжіңізді біздің арнамызға келіп сұхбат бердіңіз. Енді білесіз ғой, жалған ақпарат таратсаңыз, біздің республикамыздың заңы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Барлық айтқан ақпараттарыңызды өзіңіз растайсыз ғой? Әрине растаймын, өйткені менде видео, фото, барлық отчеттар бар. Мынау бірде-бір зат алмадым деп отырған қыздардың да видео, фото отчеттары бар толығыменен. Енді ол кісілер алмадым, ешбір зат алмадым деп отыр ғой. Негізі алған ол кісілер, алып та отырған. Негізі осы уақытқа дейін мен ол кісілермен ешқандай жаман отношениеде болған емеспін. Ол кісілердің ешқайсымен мен негізі ұрысқан да емеспін. Ұрысу ойымда да жоқ. Мен даже мәмілеге келуге шақырдым да ол кісілерді. Ол кісілер айтып отыр ғой, мені қашып жүр деп. Осы жақында ғана мәмілеге келуге шақырдым. Енді ол жерде тоже айтылды, что мен тоже айттым өзім келейік келісімге. Мен сізге беруге дайынмын. Жаңа жылға дейін уақыт беріңдер, пожалуйста, под нотариус, под расписку, я не против. Мен бірақ беруден қашып отқан жоқпын. Ол кісілердің ультиматумы қазір қойып бер, болмаса мен сені соттатамын.
Бұндай жағдайлар өте көп. Негізі мен айтып жатқаным, мысалға мына прокуратура болсын, сот болсын, енді басқа жүйелер болсын, менеджерлер болсын, халық болсын, мен екі тараптан қараса деймін да бұны. Өйткені бізде мысалға мына ортада жүрген оптовик қыздардың көпшілігі бізден алған заттардың көпшілігін сатып жіберген. Көпшілігі. Сосын олардың қадалған жерлер бір жалғыз, мысалға айс деп қазір айсқа жабылып жатыр ғой. Ол айста мысалға товар бергем деп отыр. Олар алып барып, мысалға Дина дегеннен жинаған, сосын Несіпелі дегеннен жиналған, мысалға, сосын тағы 5-6 адам бар сондай жинаған, не товар, не ақша бермеген оларға. Вот сол адамдар қысқан кезде біздің товарларымызды беріп отырған, біздің товарларымызды алып, сол кісілерге берген, и жартысын сатқан. Енді бұл жерде ол ана халық сұрайды ғой енді берген затын қайда деп. Олар сұраған кезде олар жертва болып отыр да қазірше. Бізді соттатып жіберіп, өздері на чеку қалып кетпекші былай айтқан кезде. Яғни міндет олардың бар айтатын уәжі, олар сотталып кетті, біз сендерге затты бере алмаймыз, ақшаны бере алмаймыз деп құтылмақшы ғой бір ауыз сөзбен айтқан халыққа. Жәбірленуші ретінде қалмақшы. Иә, ортада жүрген жәбірленуші ретінде қалып, олар сотталып кетті, біз сіздерге қайтара алмаймыз деп. На самом деле ол ортадағы адамдар ғой негізі бұл жерде бар нәрсені құртып отқан. Ешқандай халықта емес. Бұл жерде халықтың да кінәсі жоқ. Халық та бұл жерде жертва болып отыр, шындығын айтқан кезде. Бір-біріне ұрыстырып жүрген бұл ортадағы адамдар. Ортадағы адамдар менеджерлер дегеніміз. Менеджерлер, иә, көтерме саудамен айналысатын менеджерлер. Иә. Өйткені біз пачеку тексерген кезде де кейбір менеджерлерден шығып жатыр, мысалға айтады, мен 180 миллион салған бұл кісіге дейді. Мен өзімде бар ол факт. Тексерсек 12 миллион ғана шықты маған салғаны. Бірақ елдің бәріне айтқан кезде мен 180 миллион салғам дейді. Сосын енді оны қысамыз ғой, біз қайда қалған ақша? Неге сен өтірік айтасың? Сосын басталды там айсқа салғам, алмаға салғам, анда салғам, мұнда салғам. Ал чатынан на самом деле барлығын кімге салдым? Бануға салдым деп отырған. 180 миллион ақшаны. Ешқандай дәлел жоқ. Дәлел жоқ, просто ауызбен айтады олар, халық соған сенеді, келеді, бізге қарай жүгіреді. Бұл жерде бірақ факт көп, ондай факт. Мысалға біреулер айтады, мен 30 миллион салдым. Енді бәрін бірдей қаралаудан ауырлықпын, әрине бар ғой, енді честно жұмыс істейтіндер де бар, адалмен беріп отқандар да бар, бес саусақ бірдей емес, енді ондай адамдар қоғамның любой жерінен табылады, шындығын айтқан кезде. Просто енді бұл жердегі тактика, жаңағыдегі өздері ішіп жеп қойғанның артын жаба алмай жатыр көп менеджерлер. Енді мынау қазіргі уақытта мен мысалы өзімнің менеджерлермен жұмыс жасап отырмын ғой, халықпен жұмыс жасап отырмын, менеджерлермен жұмыс жасап отырмын, сөйлесіп отырмын күнделікті. Келісімге де келіп жатырмыз, нотариально не де беріп жатырмыз, расписка де беріп жатырмын, берем менде қалмайды деп. Қолхат, кәдімгі қолхат та беріп жатырмын. Сондықтан енді ондай келісімге келем деген адамдар болатын болса, мен мүлдем қарсылығым жоқ. Өйткені мен ол кісілерді түсінем, өйткені оларды да жеп атқан адам бар. Енді бәрі бірдей жеп қойды, ішіп қойды дейтін аулақпын, әрине честно жұмыс істеп отқандар бар ғой. Сондықтан мен де оларға зиян тигізгім келмейді. Сондықтан енді ондай жағдайға келем дейтін адамдар болса, мен қарсы емес. Менде қазірге бар, 2 адам бар, уже оны дәлелдеп берген, оны дәлелдеп те бердік. Менеджерлеріне айттық та, мінеки осы сіздің қыздарыңыз осында салған маған, мінеки чек бойынша, қалған сума менде емес, ары қарай сами разбирайтесь деп. Енді ол кісі шын айтқан кезде біздің өзіміздің көзімше тірідей жұтып жіберіп жаздады адамдар. Сонымен қымбатты көрермен, бұл Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Біз Альбина Асылбекова ханымның мәселесін алдағы уақытта өз қадағалауымызда ұстаймыз. Қандай өзгерістер болып жатса, сіздермен бірге бөлісіп жариялаймыз. Сіздермен бірге болған Рахат Қосай, аман сау болыңыздар.